Құсқа сақина неге салынады? Жыл құстары бір елден екінші елге жылына 2 рет қоныс аударады. Осы аралықта олар қай елді мекенде басып ұшты, қайда қыстады, неше рет балапан басып шығарды, жастары нешеде және басқа да сауалдарға нақты жауапты ғалымдар білуі керек. Міне, құс аяғындағы қалайы сақиналар осы деректерді сақтауға қажет. Құстарды сақиналау әдісімен дүние жүзіндегі барлық мемлекеттер айналысады. Бұл бастама 1899 жылы қолға алынған. Ал Қазақстанда орнитология құсты сақиналаумен 1926 жылдан бері айналысып келеді. Осы аралықта Қазақстан ғалымдары, құс мамандары шамамен 1 миллионнан астам құсқа сақина салды. Құсты сақиналау жұмысы Шымкент маңайындағы Шақпақ елді мекенінде жүргізіледі. Өйткені құстардың көпшілігі жыл сайын Талас алатауының етегін жағалай ұшып өтеді екен. Биік екі бағана аралығына үлкен ау керілген. Ауға түскен құс аяғына сақина салынып, қайта босатылады. Сақинада құстың қай жерден ұшырылғаны, сақина салған мекеменің мекен-жайы және арнаулы сан рет жазылады. Сақиналау әдісімен Қазақстанның түрлі табиғи аймақтарындағы ұшырасатын құстардың ұшу жолдары, қысқы қоныстары анықталып отыр. Сақиналау әдісі құстардың ұшу жылдамдығын, су құстарының неше жыл өмір сүретінін анықтауға да көмектеседі. Сондай-ақ қатары сиреп бара жатқан және шаруашылыққа пайдалы құстардың тұрағын біліп, дер кезінде қорғау жұмыстарын жүргізуде сақиналаудың тигізер септігі зор.